Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне автопападамыз, Грузиядағы ең үлкен көлік базары. Достар, толық сұрақтарды міне осы жерде нөмірлерден сұрауға болады. Ал енді мына жерде 2020 жылғы RX 350 жүр, 11.000 миль жүрген. Бағасы $52.500, 3/5 объеммен. Толық комплектация, іші былғары салон. Люк бар. Люк жоқ па или? Люк бар екен ғой. Люк бар. 350. Жылы жаңа көлік сұрағандарға, достар. Мен ішін көрсетіп жіберейін. Іштері қандай? Монитор жоғарыда тұр. Іші былғары, перфорированный кожа. Толықтай комплектация. Жылы жаңа көлік сұрап жүргендерге официальный түрде алуға. Алдындағы бронепленкасымен бірге тұр міне. Көріп тұрсыздар ма? 15 жылғы әдемі елантыра таптық. Люкпен, іші пакет жалтыратып қойған екен. Пуштартпен, в общем, жынды. Бағасы да жынды шығар. Еді әке қанша? Limited. Титанка. Полный фул 15 жылға. Іштеріне пакет жауып қойған кожа. Задний камера бәрі бар сияқты. Қазір қар. 7.000-ға бермеймін дей ма? Сколько окончательно, скажи, брат? Реальный клиент, окончательно сколько? Әдемі екен мынау. Достар, міне мынау әдемі елулік историясында ешқандай қатты повреждение жоқ, ешқандай подушка ашылмаған. Бірақ бағасы қымбаттау. Растаможкамен 10.500 деп тұр. 400-ден 10.400-ден артық түспейді деп тұр. 13 жылғы 2/5. Миль қанша жүрген дәке? 90.000 миль жүрген. 91.000. Историясы жақсы негізі, әдемі, әңгіме жоқ. Есе комплектация. Көріп атқан шығар, жүйіріп атқан да, страшный. Надо те капота жоқ, фары жоқ, сондай бірден. 202 свежий. Ешқандай проблема жоқ, барлығы бар, запаска. $4.000. Люк бар, кожа салон. 2/3 компрессор. Тап-таза екен базар, $4.000 дейді. Мотор. Фешка. Арзан көліктер. Айымғы. Базар жоқ. Арзан көлік сұрап жүргендерге гольф жаңа келген екен, жақында 2600 дейді. Растамаш жасалмаған. Где-то 2600, 3600, 3500 да. 2002 жыл 1/6 230 километр жүрген. Іші мата, механика. Титанкасы бар. Арты ұзын түрі кәдімгі. Алюминиевый диски. Диски, да. Пробег бәрі көрініп тұр. 231. Вот посмотри, открой заднюю. Свежий дейді ол. $3.500 да осы жерде. Грузинский растаможкамен. Саудашы бар шығар енді $100. Отлично. Міне арзан көлік сұрап жүргендерге. Сол 3.5 болса, үстіне 2600 жыл қосылып барады ғой. Соны есептеп қараңдар енді. Выгодны ма, не выгодны ма деген сияқты. Санатта қып-қызыл әдемі екен, көздің жауын алып тұр. $13.000 почти. 18 жылғы екілік. Бірақ 11.000 миль жүрген, бірақ соққы қаттырақ болған, бірақ әдемі жасалған.
бесключевой доступ, push start бар, люк, полный комплектация ғой мынау. Бағасы әдемі да, бірақ екілік турбо. Историясында нормальный соғылған $13,000. Бірақ корпустар қалай жасаған кәдімгідей. Дерскі ғой. Осындай міне. Осы көліктердің бағасы. Kia Soul міне. Әдемі көлік бұл да. $8,800 осы жердегі бағасы. 1.6 көлем 2018 жыл достар. Сосын теңгемен айтын дейтіндер болады. Теңгемен айта алмаймыз, себебі теңге күнделікті құлдырап тұр. Бұлай болса бір күн түсіп кетеді, бір күн көтеріліп кетеді деген сияқты. Сондықтан курс дәл сіздің көріп отқан кезіңізде неше, соған көбейте саласыздар, болды, теңгелей шығады бағасы. Теңге тұрақсыз теңгемен. Теңгемен қазір айтып қойсақ арзан кезінде. Теңге қымбаттап кетсе, сосын ол айтқан теңгеге бармайды бұл көлік. Сондықтан доллармен айтамыз. 8,800. Бұлар енді 2 миллионның шамасында кетеді. Мүмкін 2,5-да кетіп қалуы мүмкін. Достар, растамышкісі Қазақстандағы төлейтін. Ал бұл жерден енді $1,600 Ақтауға жетеді. Осы бағаның үстінде. Міне, заводтан шыққан сол жағындағы левый руль дейді ғой. Nissan Quest. Осылар жіберіп жатырмыз. Мынау full комплектация. Қап-қара түс екен. 10,800 без растамошка мына жерде. Full пакет 3/5 12 жылға. Бұл жерде көліктер әрине 95% соғылады. 98 десек те қателеспейміз. Салоннан көлік алып атқандай қылып ойламаңыздар. Негізі мына жақтан көлік алатын болсаңыздар, соғылады, бірақ идеально жасалады. Мынау міне мін жоқ негізі. Историясына қарамай айдай берем десең, ешқандай проблема жоқ көлік. Мотор, коробка барлығы идеальный болады енді. Жалпы тапсырыс беретін болсаңыздар, толықтай қарап береміз біздер. Сүйегін, ішін, сыртын деген сияқты. Міне осы көлік енді мынау міне қызыл нөмірмен тұр, бұны растамыш жасау керек осы жерге. Содан кейін 2600-ге Ақтауға жетеді. Nissan Quest деген. Push-start, кожа салон толықтай. Люк бар, монитор бар, барлығы бар мынада, full пакет. Ал мына жерде Nissan Juke тұр екен. Бұлар да өте керемет, қыздарға әсіресе. 7200. 15 жылғы міне 1.6 көлеммен люк бар екен. Ал қасындағысы 6500. 1.6 турбо дейді 12 жылғы. Керемет жүктер. Арзан. Мына уже растамошкамен тұр, мына үстіне 2600 қосылып Ақтауға жетеді. Саудасы бар, анау мынау деген сияқты. Мына ақ түрі тұр екен, бұл да 6500. 2012 1.6 болды. Керемет, белый жемчуг. Міне қап-қара жетпістік $16,000 екен. Американец 50,000 миль жүрген, Евро 5 катализатор 19 жылға. 2.5 объем. 19 жылғылардың бағалары. Бірақ комплектация әлі. Орындықтары барлығы мата. 50 комплектация жетпістіктер. Арзандау жетпістіктер керек болса. Мұна 18,300 екен. Мынадан қарағанда ма? 18 жылғы мына SE комплектация. Дерскі? SE. 55-тік сұрау жүргендер, американстық нұсқа. $10,000. Бұл да 85,000 жүрген 17 жылғы SE комплектация. Тап-таза болып тұрған, тонировканы өлтіріп қойған. Іші де қара. SE 55-тік сұрау жүргендерге. Мынау дефицит 200-ліктер міне. Біреу тұр екен, растамошындай.
23800 2008 4.7 бензин. Япония дейді. Бесключевой доступ. Вот 8. Видео. Әдемі екен. Катализатор бәрі бар дейді. Кожа. Пуш-старт. 200-дік. Нет, Авро Opel Astra тұр, $3200, 1.7. Дизель бірақ. Бізге болмайды негізі дизель деген, ә? CDTI деген дизель екен ғой жалпы. Мынаның бағасы бар ма екен? 2007 жылғы дейді міне. Телефоны. Іші қара кожа. Гибрид емес па? Гибрид екен ғой. 400H дейді. Мына 211-ді қараңдар, не деген керемет, көзін жауын алып тұр. Растамошкамен еще. AMG полный. Дискілерді қара диск. Тап-таза. Іші деген свежий ғой, свежий. 350, 3.5 көлеммен. Бірақ AMG пакет. Қане? 90, 75, 38. Бағасын астына жазып қоямын, сұрап болғаннан кейін. 2008 жылғы. AMG дейді. Люк бар. Дерзкий кәдімгідей. Достар, міне сіздер үшін тағы да YouTube-қа жинап видео шығарып жатырмыз. Алла қаласа осы профильдегі сілтемеден YouTube каналының сілтемесіне өтіп, сол жерден видеоларды қарасаңыздар болады. Міндетті түрде лайктарыңызды аямаңыздар, және Instagram-ға тіркелмегендер болса, тіркеліп кетіңіздер достар. Көптеген көліктердің бағасын көрсетіп жатырмыз міне. Барлығын көре аласыздар осы Instagram-нан, YouTube-тан, TikTok-тан ендеше тіркеліп қойыңыздар.